Баршаңызға сәлем достар. Қазір біз Рамадан боксын жинайтын боламыз. Бұл жерде пакетиктің ішіне салсаңыз да болады, немесе осындай коробочкаға да салсаңыз болады. Қазір коробочканы, пакетті қай жерден алдым, барлығын айтатын боламын. Және де осы боксты электрондық түрде алғыңыз келсе, онда осы видеоның астында комментарийде толық ақпарат жазылған, қарап көріңіздер. Ал егер каналға қосылам десеңіз, канал доступ етеді 1 жыл. Ол жайында да комментарийде жазылған. Каналдың аты хит шаблоны. Қараңыздар, мен уже бәрін қиып дайындап қойдым. Қазір сіздермен бірге жинайтын боламыз. Қараңыздар, енді мынандай пакетикке арналған обертка, этикетка десем болады. Пакетикке арналған этикетка 1А4-да сізде 2 штук болады. Бұндай этикетканы любой пакетиктің сыртына жабыстырсаңыз болады. Менде крафт пакет. Егер андай коробочка болмаса, онда осындай пакетикті қолдансаңыз болады. Қараңыз. Бүйтіп самоклеющийға шығарып, самоклеющий фотобумага 135 граммдық менде. Самоклеющий қағаз болмаса, онда жаңағы обычный фотобумага глянцеваяға шығара берсеңіз де болады. Клеймен или двухсторонний скотчпен жабыстырып қоясыз. Енді қараңыздар, міне мынандай коробочка. Мен Валберден алған болатынмын. Егер жаңағы айтқандай коробочка жоқ болса, онда пакетикті сатып алсаңыздар болады. Пакетик 60 теңге тұрды. Бір пакетик кондитерский магазиннан 60 теңгеге сатып алдым. Енді қараңыз. Мынандай коробочканың артикулын қандай магазиннан сатып алдым, соны размерін барлығын комментарийға жазам. Обязательно комментарийді ашып оқып көріңіз. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға қойсаңыз болады. Мынау бізде этикетка. Қазір көрсетіп кетейін. Мына жерге қалаған жазуыңызды жазсаңыз болады. Без надписи бізде. Самоклеющий қағазға шығардым. 1А4-да 2 штук болады сізде. Міне. Осылай жабыстыра саламыз. Жаңағы айтқандай, самоклеющий қағаз болмаса, фотобумага глянцевая 115 немесе 135 граммға шығарсаңыз болады. Сосын двухсторонний скотчпен жабыстыра саласыз. Міне бізде жабысты. Енді ішіне қазір салмасын салатын боламыз. Қазір суды тексеріп жатырмын. Менде тасай 0,5. Барлығы сияды ма? Мынау менде чай. Уже пакетикқа салып қойдым. Конус пакетті де мен Валберден заказ берген болатынмын. Енді қазір біз судың несін қиятын боламыз. Қараңыздар. 1А4-да сізде 3 шығады. Менде фотобумага глянцевая. Самоклеющий емес, мынау судыкі. Фотобумага самоклеющийға да шығарсаңыз болады, өзіңізге қалай ыңғайлы. Менде фотобумага глянцевая 115 граммдық қағаз. Осылай ақ сызықтарын барлығын кесіп тастайсыз по форме. Одан кейін двухсторонний скотчпен немесе обычный клеймен судың сыртына жабыстыра саласыз. Міне, суды любойын алсаңыз болады. Менде тасай кішірек жүргендіктен мен тасайды аламын. Су, самал деген неше түрлі сулар бар, соларды алсаңыз болады. Но тасай ыңғайлы, өйткені кішірек болып келеді. Міне, келіп тұр барлығы. Енді қазір двухсторонний скотчты аламыз да. Міне осылай жабыстырып жатырмын. Мысалы, тек қана наборымен емес, сіздер мысалы осылай бөлек дастарханға қойсаңыз да болады. Сумен, мысалы, құрма өте әдемі көрінеді. Тарелканың үстіне қойып қойсаңыз. Енді мынандай бізде 1А4-да 5 болады. Мен екеуін сразу ақ шеттерін кесіп тастадым. Дайындап қойдым. Мынау ортасын, беговкасын жасап жатырмын. Наглаз жасайым. Міне. Қараңыз. Беговканы канцелярский ножбен жасадым, бірақ қатты баспаймыз. Егер қатты бассаңыз, онда сіздің жаңағы қағазыңыз кесіліп кетеді. Бұл жерде мен уже клейді пайдаланып жатырмын. Осылай клейді жағып. Пакетик менде размері 10-15 пакетиктің размері. Осылай жабыстырсаңыз болады. Немесе мынау 2 шетін сіз степлермен қысып қойсаңыз да болады. Менде степлер жоқ, сол үшін клеймен клейлеп жатырмын.
но степлермен ыңғайлы болады. Екі шетін ғана жабыстыра саласыз степлермен. Бұл жерде мен қазір клейді қолданып жатырмын. Клей обычный, зеленый. Міне мына екі шетін степлермен қысып қойсаңыз да болады, өте әдемі көрінеді. Құрма. Осыдан басқа да бізде басқа набор бар. Видеоның соңында көрсететін боламын, қандай наборлар бар екенін. Бұл жерде примерно наборды жинастырып көрейік. Мен қазір бірінші жинап жатырмын. Бұның барлығын мен каналыма өзімнің суретке түсіріп салам. Уже на видеоны мен уже салып қойдым, бірақ каналыма видеоны кешірек дауысымды жүргізіп жатырмын. Бірінші видеоны түсірем, одан кейін дауысымды жүргізем ғой. Міне шоколадымыз. Шоколад менде Альпенгольд. Міне осындай набор болды. Енді қазір менде конус пакет. Қазір бирканы жабыстырып алайық. Бирканы кесіп қойдым. 1А4-де 15 штук бирка болады сізде. Міне. Биркаға да қалаған жазуыңызды жазсаңыз болады. Менде каналда без надписи. Без надписи деген ол сіз өзіңіз қалаған сөзді жазып ала аласыз. Және де бұндай дайын сөздер де бар. Жай ғана шаблон үстіне қоя салатындай. Рамадан айы мүбәрәк болсын, ораза қабыл болсын, дұға тілегіңіз қабыл болсын деген дайын сөздер менде бар. Мынаны мен қазір бүйтіп орап жатырмын. Конус пакетті де мен ВБ-дан заказ бергем. Бірақ кондитерский магазинда да сатат бұндай. Қара көрсеңіздер болады. Енді біз қазір подложкамыз салып жатырмын. На глаз осылай ұзын қылып сызығын кесе аласыз. Одан кейін ана екі шетін бүйтіп кигізе саласыз, көрдіңіз бе? Өте оңай, көбісі сұрайды, осыны қалай кигізем деп. Міне екі шетінен тесік жасайсыз. Канцелярский ножбен, қайшымен емес, именно канцелярский нож. Канцелярский нож деген өте арзан тұрады. 100 теңге, 150, 200 теңге сондай аралықта. Енді қазір пакетигімізді аламыз. Пакетиктің примерно размерін айтып кетейін. Менде қандай екен. Бұл жерде менде 24-те, міне 24-те, 21. Набордан бізден осындай розовый, көк, бежевый и розовый түсінен и изумрудный түсінен бар.